Сәлем достар, біз бүгін жойылуға аз қалған топ 10 халық жайында айтатын боламыз. Жер бетінде әртүрлі ұлттардың 7,5 миллиардтан астамы өмір сүреді. Біз кейбір халықтар туралы білеміз, бірақ әлемде мәдениеті мен дәстүрлері біз үшін құпия болып келетін адамдар әлі де бар. Әрине, қазіргі өркениет сөзсіз ассимиляцияға қатты ықпал етіп келеді. Осының нәтижесінде кейбір ұлттар біртіндеп жойылып та кетеді. Ал олардың көптеген өкілдері өздерінің ғасырлар бойы дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сақтап қалуға тырысуда. 10-шы орында Мариори халқы 585 адам. Жаңа Зеландия жерінде өмір сүрген Мариори халқы ешқашан каннибализммен айналыспаған және әдетте бейбіт халық болған. Сондықтан оларды көрші аралдардың тайпалары толығымен жойып жіберді. Соңғы шынайы Мариори 20 ғасырдың басында қайтыс болды деп есептесе де, аралас некеден шыққан ұрпақтары халықтың дәстүрлерін әлі де сақтап келеді. 9-шы орында Яп халқы 500 адам. Бүкіл әлемге Яп халқы тас ақшасымен танымал. Қазіргі уақытта белгілі болғандай ең үлкен ақшасының диаметрі 6 метрге жетті. Алайда олардың саны өте аз. Кезінде мыңдаған аралдары бар үлкен Яп империясының мұрагерлері қазір Яп халқы өте аз қалды. Және олар жабық өмір сүреді, сирек шығады және сирек қонақтарды қабылдайды. 8-ші орында Пирахан 420 адам. Пирахан тайпасы Бразилия аумағындағы Амазонка жағалауында тұрады. Бұл өте ерекше халық. Оның кейбір ерекшелігі ретінде өткен тарихының болмауы. Бұл пирахандықтардың қазіргі уақытта не болса да бір күндікпен өмір сүріп келеді. Сондай-ақ бұл адамдар өте аз ұйықтайды. Күніне 4 рет 30 минут қана. Өйткені олардың сенімі бойынша ұйқы адамға зиян тигізеді деп есептейді. 7-ші орында Ливы халқы 400 адам. Ливы Балтық теңіз жағалауында осыдан 5000 жыл бұрын Урал жерінде мекен еткен. Олардың пікірлерінше ол жерлер кезінде Лифландия деп аталған. Белгісіз жағдайларға байланысты өз жерлерін эстондықтар мен латыштықтармен де бөліскен. Біздің заманымызға дейінгі 12-ші ғасырда біртіндеп азаю процесі байқалған. Кейін тіпті кеңес үкіметі оларға ұлт дәрежесін беруден де бас тартқан. 6-шы орында Чулум халқы 355 адам. Чулум Ресейдегі тағы бір солтүстіктегі халық. Олар Сібірдегі мекендейтін малшылар мен фермерлер. Бұл ұлттың да жазуы жоқ, бірақ соңғы кездері дәстүрді де тілді де жандандыруға тырысуда. 5-ші орында Какопа халқы 300 адам. Какопа Мексика мен Аризонада тұратын бейбіт үндістер тайпасы. Бір таңқаларлығы тайпа ұзақ уақыт бойы шектеулер мөлшерінде өмір сүрді. Себебі 1540 жылдары Какоптықтарды алғашқы жаулап алушылармен байланыс кезінде 3000 адамнан аспады дейді. Қазірдің өзінде ғалымдардың пікірінше мұндай мөлшердегі аз ұлт тез деградацияға ұшырайды және жойылып кетеді. Іс жүзінде өмір сүру мүмкіндігі жоқ дейді. Бірақ Какоптықтар уақыт өте келе қайта жаңғырту мәселесіне ерекше мән беруде. Мысалы 2000 жылдары олар өздері үшін алфавит ойлап тапты және тұтастай алғанда өздерінің жеке халық ретінде сақталуына тырысуда. Бүгінгі таңда 300 адам қалған. 4-ші орында Цатандықтар. Цатандар аударғанда бұғы өсірушілер дегенді білдіреді. Монғолияда ғасырлар бойы өмір сүрген. Жалпы Монғолия үшін бұғы өсіру өте ерекше. Бірақ цатандықтар бұғы шаруашылығын жақсы дамытқан. Олар өз үй бұғыларын өлтірмеді, керісінше тек жабайы аңдарды аулады. Бірақ бір қызығы, цатандар бұғыларды көлік қылып мінуді пайдаланды. Және әдетте жылқы сияқты қарайды. Бүгінгі таңда небары 282 адам ғана қалған. 3-ші орында Косунда, Непалда тұратын халықтар. Косунда басқа непалдықтардан тілімен де өмір салтымен де ерекшеленеді. Олар үйлерде емес, орманда тұрады және бұл ата-баба мұрасы ретінде сақталған. Косунда тілі азиялықтарға жатпайды, тынық мұхит елдерінен шыққандығын көрсетеді. Өкінішті, бірақ көп ұзамай халықтың дәстүрлі туралы сұрайтын ешкім де қалмайды. Соңғы ана тілінде сөйлейтіндер егде қарттар. Бүгінгі таңда қалғаны тек 164 адам. 2-ші орында Вожань халқы. Бір кездері Новгород жерлерінде өмір сүріп жүрген.
Ежелгі халқы көршілес орыстардың қыспағына ұшырады. Бірақ кейінірек өзінің үлкен көршісімен бірлесе өмір сүре бастады. Біртіндеп келе араласып кету нәтижесінде өзінің жеке ұлттық ерекшеліктерін жоғалтып алды. 150 жылдан бұрын санақ кезінде 5000-нан астам адам тіркелген екен, ал қазір олардың саны бірнеше ондаған 64 адам қалған екен. Негізінен жергілікті жерлер Ленинград облысы. Зерттеушілер вожандықтар Европада аққұба ұлт екенін, көпшілігі ақ шашты болғандығын айтады. Ал вожан қыздары болса, өздерінің сұлулығы мен бәрінен ерекше екендігін байқауға болады. Бірінші орында Кереки халқы 4 адам. Беринг теңіз жағалауында бұрын көптеген кереки халқы өмір сүрген, бірақ өкінішке орай керекилер жерлері орыс жаулап алушылардың қолында болғандықтан олардың барлығы дерлік солтүстікті игеру кезінде қырылып тасталды. Ал қалғандары көп ұзамай Чукотка тұрғындармен ассимиляцияланды. Қазіргі уақытта өздерін кереки деп санайтын адамдар бар болғаны 4 адам. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз.